Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ана сүтін көбейту үшін не істеу керектігін айтатын боламын. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп алыңыздар. Дүниеге келген сәби үшін ең маңыздысы ана сүті. Оның жеткілікті, құнарлы әрі сапалы болғаны бала денсаулығы үшін өте маңызды. Сондықтан да құрамы дәрумен мен минералды заттарға бай тағамды тұтыну керек. Дәріханада сүтті көбейтетін дәрі-дәрмек сатылады, бірақ оның орнына үй жағдайында мына әдісті қолдансаңыз, сүттің құнарлығы артып молаяды. Ендеше сүтті көбейтетін мына тәсілді қолданыңыз. Ана сүтін не азайтады? Қақталған ет, балық тағамдары, тұзды тағамдар, ащы дәмдеуіш қоспалар, консервіленген тағамдар, тағамдық қоспалар. Жоғарыда айтылған қоспалардың ешқайсысын тұтынбаған абзал. Бұл сүттің көлемін азайтып қана қоймай, дәмін, құнарын, иісін нашарлатады. Оның орнына мына азықтарды көбірек қолданыңыз. Жылы шай, шайнекке сұйықтау етіп, қара шай демдеңіз. Оны шыны ыдысқа құйып, сүт араластырып ішіңіз. Тәбетіңіз тартса, бал қосып, көк шай ішуге де болады. Бірақ бал аллергиялық азық екенін ескеріңіз. Сондықтан өзіңізде, балаңызда жайсыздық болмау үшін балды шектегеніңіз жөн. Күніне бір рет бір шай қасықтан зире шайнасаңыз болады. Егер зире жей алмасаңыз, онда зире қосылған нан жеңіз. Немесе бір шай қасық зирені бір стақан қайнаған сүтке араластырып, 2 сағатқа тұндырып қойыңыз. Тура осы уақыттан соң жарты стақаннан ішіңіз. Емді емізуден 15 минут алдын жүргізу керек. Кептірілген жемістен қара өрік, алмұрт, алма, өрік дайындалған шырын ана сүтін құнарлы, майлы әрі мол етеді. Ол үшін кептірілген жемістің 1 стақанын 1 литр қайнаған суға салып, отқа қоясыз. 5 минуттан соң татымына қарай қант қосып, бетін жауып қойыңыз. Жылыған кезде 1 стақаннан күніне 2 рет ішіңіз. Күніне 2-5 дана бадам жаңғағын тұзсыз қуырылмаған жеуді әдетке айналдырыңыз. Одан бөлек балқарағай жаңғағынан дайындалған коктейль ішіңіз. Оны дайындау үшін 1 ас қасық балқарағай жаңғағын стақанға саласыз. Үстіне салқын су құйып, бетін жауып қойыңыз. Таңертең суды отқа қойып қайнатасыз. Дайын болған емдік сусынға бал қосып ішесіз. Бұл коктейль ағзаны дәруменмен, минералды затпен байытып, сүтіңізді молайтады. Әжелеріміз ана сүтін көбейту үшін аскөк шайын ішкен. 1 ас қасық аскөк дәнін термосқа саласыз. Үстіне 200 мг қайнаған су құйып, 1 түнге тұндырып қоясыз. Таңертең дайын болған тұнбаны сүзіп алып, жарты стақаннан ішіңіз. Емді күніне 2 рет жүргізесіз. Жаңғақ қосылған сүт 50 грамм грек жаңғағын ұнтақтаңыз. Үгіндіні 250 мг ыстық сүтке салып, отқа қоясыз. Үздіксіз қозғап отырып, қоюланғанша баяу отта қайнату керек. Дайын болған қайнатпаға қант қосып, 70 мл-ден ішіңіз. Емді емізуден 30 минут бұрын қабылдау керек. Егер таңертең сұлы ботқасын жесеңіз, ағзаңызды жасұныққа, дәруменге, минералды заттарға байытасыз. Ана сүтін молайту үшін сұлыны суға немесе сүтке салып, отқа қоясыз. Піскен соң ботқаға татымына қарай тұз бен шекер қосып жесеңіз болады. Сорпа, сиырдың еті, тауықтың еті, бұзаудың етінен жасалған сорпа ана сүтін көбейтеді. Күнде кеміне 2 рет сорпа ішіп отыруы тиіс. Аптасына 1 рет бауыр жеп тұрған жөн. Себебі бауырда темір көптеп кездеседі. Күріш, гречка, арпа ботқасын жесе, сүті көбейеді. Егер балада іш қатуға бейімділік болса, күріш ботқасын бермей-ақ қойғаны дұрыс. Бала емізетін аналар өзінің ғана емес, бөбегінің саулығы үшін де жауапты. Сондықтан ішіп жейтін тамағыңызға өте мұқият болғаныңыз жөн. Сіз ішкен 1 стақан су сәбидің ішегіне салмақ түсіруі мүмкін. Ендеше ашуланбаңыз, ұйқыны реттеңіз.
көбірек демалыңыз, стресс алмаңыз. Мейлінше майсыз еттен дайындалған сорпа, көже, майсыз балық, қатты ірімшік, брынза және сүт өнімдерін көбірек жеңіз. Омырау сүтінің азаюына немесе жеткіліксіз болуына әдетте ананың стрессті жағдайда жүруі және дұрыс емізбеуі себеп болады. Жас ана шаршаған немесе дұрыс тамақтанбай жүрген болуы мүмкін. Бастысы, уақытынан бұрын уайымға салынбай, сабырлы қалыпты сақтаған дұрыс. Дәрігерлердің айтуынша, бірнеше күннің ішінде омырау сүтін қалпына келтіруге болады. Кейде азайып кеткен сүттің толық қайта қалпына келуіне 2 апта уақыт кетеді екен. Сол уақыт ішінде нәрестеге қосымша тамақ беруге тура келеді. Бірақ есте сақтаңыз, бүгінде шығарылып жатқан нәрестеге арналған қосымша тамақтар ана сүтін алмастыра алмайды және оның жасанды екендігін естен шығармаған абзал. Тек дәрігердің нұсқаған қосымша тамағын ғана пайдаланыңыз.